Мен Өзбекстаннан көшіп келген қожамын. Осындай ата-баба туралы бір шежіре айтып кетейін. Атым Рүстем, руым қожа, Ермек байдың ұлымын. Топырақ қала туған жерім, көпшіліктің бірімін. Ата-бабам Қосым қожа, жеті рудың пірі боп, арғы атам Жәдік ұлы, Мүсірәлі ұлы боп. Бабамыздан тарағанбыз арыстан әбжел, сәдір ішқыш. 4 баладан ұл болмады, біреуінде ол да ішқыш. Әбжелінен тарағанбыз 3 ұл болып, еңгезердей имам қожа менің бабам, әбжелдің үлкен ұлы боп. Имам қожа дәрменқұлмен міскін болды аталарым, беріп кеткен балдарына өзі білген баталарын. Тағада 3 ұл әкеліпті дүниеге имам бабам, шеге меңді мектеп деген өзі өсірген балаларын. Енді сол Қосым қожадан 4 бала болады. Арыстан, әбжел, сәдір, ішқыш деген. Соның әбжелінен біздер тарағанбыз. Әбжелден 3 бала. Имам қожа, дәрменқұл қожа, міскін қожа деген. Имам қожадан тағы да 3 бала болады. Шеге қожа, меңді қожа, мектеп қожа деген. Соның шеге қожасынан Үкібай, Үкібайдан Жанпейіс қожа, Жанпейістен Үкібай қожадан Жанпейіс, Ерпейіс деген 2 бала болады. Соның Жанпейісінен Сейіт қожа, Сейіт қожадан Ермекбай, Жарқынбай, Нұрмахан деген 3 бала болады. Соның Ермекбайынан біздер тараймыз. Жанпейістің Ерпейісінен Сәндібек, Бақтияр деген тарайды. Сосын жаңаға 3 бала дедім ғой, имам қожадан 3 бала, шеге, меңді, мектеп қожа деген. Соның меңді қожасынан Төре қожа, Төре қожадан Серікбай, Сергекбай деген 2 бала болады. Соның Сергекбайынан 4 бала болады. Мірәшім қожа, Жұматай қожа, Дастан қожа, Тұрымбет қожа деген. Сосын Мірәшім қожадан Әбдіхалық, Әбдімәлік дегендері болады. Сосын мектеп қожадан бала жоқ. Дәрменқұл қожадан тағы да 3 бала болады. Момыш, Ерекеш, Бейімбет деген. Соның Момыш қожадан тағы 4 бала. Өтебай, Нағашыбай, Сейітбай, Нарбай деген. Ерекеш қожадан 5 бала болады. Сермахан, Пермахан, Нұрмахан, Тұрмахан, Ермахан деген. Бейімбет қожадан 3 бала. Жалғас қожа, Жолдас қожа, Серік қожа деген. Міскін қожадан 3 бала. Төлемәмбет, Берсүгір, Алдажар деген. Сосын жаңа Арыстан, әбжел, сәдір, ішқыш дедім. Соның Сәдір қожадан Сәрсен қожа, Сәрсен қожадан Ысмайыл дәді қожа тарайды. Дәді қожаның балалары тарайды. Менің білгенім осы. Егер қателескен болсам толықтырасыңдар. Осымен шежірем бітті.